Ұлының ажалына себепші болған кесір ана. Айнаштың бұл отбасына келін боп түскеніне де 5 жыл болыпты. Осы жылдар ол үшін сынақ пен торғу жылдары болды десе де болар. Тек көңіліне қуаныш сыйлайтын ұлы Абылайы бар. Тәуба. Қыздарының көңіл күйін қабағынан танитын әке-шешесі қызының өміріне алаңдаумен жүрген. Бала бауыр етің демей ме? Іштей бәрін сезеді. Бірақ бәрі орнына келер, дұрыс болар деп үміт ететін. Айнаш олардың 5 ұлдың ішіндегі жалғыз қызы, оқыған, жоғары білімді инженер-программист. Бірақ тұрмысқа шыққалы үйде отыр. Ата-енесі жалғыз ұлдар Медетті қалаға қаңғытпаймыз деп қолдарына ұстаған. Медеттен басқа 2 қыздары бар. Олар өз алдына шаңырақ құрған. Қалада тұрып жатыр. Жазда демалысқа шыққанда болмаса, олар да туған үйіне көп келе бермейді. Бүгінгі таң тағы да енесінің айғайымен атқан. Бұл үйде менен басқаға ештеңе қажет емес. Ұйқылары қанып түске дейін ұйықтайды қараңғы алғыр. Не деген ұйқы? Осылардың өмірі ұйқымен өтті-ау деп, ыдыс-аяқты сылдырлатып лақтыра таңертеңгі шайды демдей бастады. Жуас атасы Әсет: «Әй кемпір, не болды таң атпай сұңқылдап? Келін 2 сиырды ертемен сауып табынға қосты. Сүтті сүт тартқыштан өткізіп, тіпті таңғы шайға тәтті тоқаштарын да даярлап қойды ғой. Енді не істемеді деп отырсың?» деген ашу ішіне сыймай. Оған қоятын ұл болсын ба, тіпті құтырып кетті. «Әй қақбас, сол келін сенің басыңды дуалап алған ба? Жақтап қалыпсың ғой тегі» деп аларып қараған. Мұның бәрін түпкі бөлмедегі Айнаш естіп жатыр. Бір сөз айтса дол енесі атылғалы тұр. Үндемей қоя салайын деп 2 құлағын тас қып қолымен басып алып үнсіз жылап жіберген. Айнаш таң атпай 2 сиырды сауып табынға қосып, таңғы шайға ата-енесінің тісіне жұмсақ болсын деп тоқаштап пісіріп қойған. Бірақ мына көкбет ене соның бәрін еш қылып отыр. Күйеуі Медет вахталық әдіспен жұмыс жасайды. 1 айда үйіне 1 аптаға келіп кетеді. Арақа өстігі жоқ, көп сөзді білмейтін бір тоға жан. Жоғары білімді тау-кен инженері. Айнаш екеуі сол бір студенттік жылдары танысып, соңғы курста бас қосқан. Жалғыз ұл болған соң әке-шешесімен тұрып жатыр. Вахтадан келген сайын үй ішіне сый-сияпатсыз келмейді күйеуі. Өткенде әкесіне зерлі тақия, анасына күзде киесің деп күздік пальто, әйелі Айнашқа қымбат иіс су, ұлы Абылайға ойыншық машинасын ала келген. Алған жалақысын шешесі ұл болсынға беріп отырады. Себебі өткенде әйелі Айнашқа аз-маз ақша бергенде анасы қатты ашуланып: «Иә, қатын жандысың бұның. Менің асырап жеткізгенім ұмыт болып қатын жанды бола қалған. О несі?» деп 2-3 күн бұрқылдап шаңырақтың берекесін алған. Содан бері айлығын шешесі алып отырады. Момын әкесі: «Ұл болсын сенің осы ит мінезің-ай, саған ештеңе жақпайды-ау. Ұрыс шығармасаң басың ауырады ма осы сенің?» деп басын шайқап қойған. «Сен қақпас, неге тыныш отырмайсың осы? Қыстылыспай. Мен ол ақшаны өліп қалған әке-шешеме берем бе? Азық-түлік алам. Тамақ жейсіңдер, бітеу емес шығарсыңдар» деп көкбеттікке салынып үйді басына көтерген. Жуастан жуан шығады деген. Бұл жолы Әсетте аянып қалмаған. «Саған екеуміздің пенсиямыз жетпейді ме? Ақшаны келінге бер, керек жарағын алсын» дегенде әйелі бұған қолын шығарып тұмсығына тіреп тұрып: «Мә, берем оған. Сандалмай отыр сен. Өсірдім, оқыттым, үйлендірдім. Айлығын маған беріп отырса не болады екен?» деп аузынан түкірігі шашырай әзер қойған. Отбасындағы осындай ұрысты естіген Айнаш тіпті өмірден түңіліп кеткендей болушы еді. Ана 2 қызының әке-шешесінің үйіне сирек келіп, алыстан сыйласып қашып жүретіндері осыдан екен-ау деп топшылаған. Ұлы Абылай әкесін көрсе қатты қуанып қалады. 1 айға әзер шыдап, анда-санда «Папам қашан келеді?» деп сұрап отырады. Бала болса да бәрін біледі. Кейде анасы жылап қалса: «Жылама, папам саған күшті көйлек әкеп береді» деп бетінен сүйіп қоятын. Ұл болсын тек үйде ғана емес,
Бүкіл ауылдағы әйелдердің атаманы. Дүкенге, моншаға, қонаққа барса да елді жақтырмай отырады, сөзбен түйреп. Бірде бұлардың ауылына жаңа әкім келген. Көрші ауылдың жігіті екен. Бұны естіген енесі: әкімге қарық болдық, өмірі жармаған кедей Сәбиттің ұлы ғой. Мұрындарынан боқтары ағып жүруші еді. Не тамаққа, не киімге жармай. Балақтағы бет басқа шықты деген осы деп, үйде өз-өзінен бұрқ-сарқ болған. Жүр әне біздікі табақтай дипломды сандыққа салып қойып қаңғырып деген. Ауылдың қатындары ұл болсынды көрсе, алыстан қашатын, бәледен аулақ дегендей. Өткенде ауылда жиналыс болған. Жұмыссыз жастарды жұмыспен қамту мақсатында екен тақырыбы. Жиналысқа ұл болсында барып, алдыңғы қатардан орын алып отырған. Бір кезде мектеп директоры Еркін ағай тақырып төңірегінде өз ұсыныстарын айтып, пікірін білдірген. Елдің бәрі ду қошемет көрсетіп, қолдап кеткен. Үйге келген ұл болсын көрген білгенін шай үстінде баяндап, шайды тиерлеп тепшіп, ұзағынан ішіп отырып: әй келін, шайың суып кетті. Осы шайды да бір адам құсап іше алмаймыз. Мынауың не деген Айнашқа сыздана сөйлеп. Ой, бұл әлгі мектеп директоры Еркін деген көсемсіп сөйледі ғой адам болып. Баяғыда жетім боп жүретін елдің есігінде. Бүгін керемет болып алыпты. Үйіндегі әйелі мен бала шағасына дейін мектептен ақша алады екен. Кәрі шешесі мен иті ғана ақша алмайды деп жүр ғой ел. Осында көшіп келгенде бір чемоданмен келіп еді. Мойны ырғайдай, беті торғайдай болып, әдіре қалғыр. Енді көсем боп алыпты. Шата немене дегенде, бағанадан үнсіз отырған күйеу Әсет: осы сен шатып сөйлегенді қойсаңшы. Шатасы несі? Білмесең біреудің күнәсін арқаламай тыныш отыр деген. Оған қоятын ұл болсын ба? Тіпті өршіп кеткен. Сен ештеңе білмейтіндей жалпақ шешей болмашы. Білмесең айтайын, деп директордың тарихын қозғаған. Әкесі Бәкір соғыста сонау 42-ші жылы опат болған. Ал бұл 44-ші жылы туған. Сонда шата ене немене деп күйеуіне: осыны да білмейсің ба деп таңдана қараған еді. Бәкір ойланып қалды. Әй ұл болсын-ай, саған пәтуа жоқ екен-ау, деп күйеуі дастарханнан асыға тұрып кеткен. Айнаш үнсіз отыра берді. Енесі елдің тарихын таратып отырады. Білмейтіні жер астында. Осындайда шайды сораптап ұзақ ішеді кеп. Ұзақ. Балалары енеме тартпаған, момын, көп сөйлемейді. Қақ-соқта шаруалары жоқ. Бәлкім атама тартқан болар деп топшылайтын мұндайда Айнаш келін ішінен. Көктемгі әйелдер мерекесінде Айнаштың күйеуі вақтадан келген. Анасы мен әйеліне мерекеге арнайы алған сыйлықтары да бар еді. Ұлы Абылай мен әкесін де ұмытпаған. Үйіне, отбасына қуана келген медет айлығын анасына табыстап, алған сыйлықтарын үлестіре бастады. Кезек әйеліне келгенде әдемі қораптағы алтын жүзік ұсынып тұрып: неге екені белгісіз, Айнаш, мерекеңмен саған айтар алғысым шексіз деп қатты толқыған болатын. Айнаштың саусағына алтын жүзікті салып тұрып, менен естелік болсын дегенде, Айнаш қатты таң қалған. Естелігі несі? Деп жүрегі әлде бірдеңені сезгендей қатты соққан еді. Жүзік өте әдемі. Айнаштың салалы аппақ саусағына жарасып ақ кетті. Рахмет деген ол даусы шықпай. Бұны көрген ұл болсынның көзі ақшиып, беті жыбырлай жөнелген. Әй сүмелек немене? Сен қатыныңды бүгін көргенде болып қалыпсың-ау? Қарашы бұның қатын жандысын. Емшек берген ары жат, бірдеңе берген бері жат деген осы екен-ау деп үйдің берекесін ала айғай салған. Әшейінде үйде болатын атасы да мал іздеп өріске кеткен болатын. Сасып қалған Айнаш: мама, осыны сіз алыңызшы деп Сақинаны саусағынан суырып ала бергені сол еді. Күйеуі: мама, осы сіз неге үнемі берекені аласыз? Шаршадым әбден осындайдан деп ашуға булығып кеткен. Бір кезде үстел үстінде тұрған өткір тұмсықты пышақты кеуде тұсына серпіп қадай берген. Әп-сәтте не болғанын түсінбей қалған келін мен ене құлап бара жатқан медетке қарап бір орнында қалған. Ал медет болса: шаршадым, бәрі бекер деп көзін жұмып жүре берген.
пышақтың ұшы тура жүрекке қадалған болатын. Ал қызыл қан кеудесін бояп, жейдесіне лезде жайылып кетті. Кешігіп келген дәрігерлер дәрменсіз еді. Жаман хабар жерде жата ма? Ауыл адамдары шошып кеткен. Даладан мал іздеуге кеткен әкесі кеш келген. Басын тоқпақтап зар еңіреген. Сол атасының дүниеден өткеніне де көп болмапты. Қазір Айнаш өз мамандығымен жұмыс жасайды. Күйеуінің жылын өткеріп қалаға келген. Ал жалғыз ұлы Абылай енесінің қолында қалды. Енесі, жалғыз ұлдың көзі немеремнен айыра көрме деп, бұның аяғына жығылған. Кешір мені, менің кесірлігім ұлыма тиді деп аңыраған ұл болсын. Талай ер азамат сөз салғанымен Айнаш күйеуге шықпады. Басқалардың дәл медеттей болмасын біледі. Биыл Абылай мектеп бітіреді, қалаға оқуға келеді. Енесі ұл болсынды да қолына алмақ, оның қыздарымен тұра алмасын біледі. Қалай оны жалғыз тастап кетеді. Енесі де қайғыдан қартайып кеткен. Ана әр қашанда қандай болса да ана боп қалмақ. Ал өмір кешірімнен тұрады.